Сәлем баршаға, эфирде кино бар, сериал шолу 102 бөлімнің екінші жартысы. Аднан прокурор келіп, Ақсүйек Жүсіптің өлген жерінен ешқандай айғақтардың табылмағанын, сөйлесіп бара жатқанын естіп қалған Махир ештеңе түсінбейді. Махмет Сайынның шығып кеткеннен кейін сол уақытты пайдаланып, Фарида жатқан палатаға кіреді. Фариданы көріп, аман қалғаныңа шүкір деп, Фарида оны аман алып қала алмадым, түсіріп алдым деп, баласы туралы айтып жылайды. Ал Махир болса, сенің аман қалғаныңа Құдайға шүкір, әлі өміріміз алда деп, оған басу айтып, демеу беріп жатады. Аднан Тұрғытты кеше біреу атып кетіпті дейді. Махмет Сайын мырза кім атса да оған алғысым шексіз деп, Фарида жатқан палатаға қайтып келгенде анасы іште Махир бар, кішкене бола тұрсын, Фаридаға да пайдағысы тиеді ғой деген кезде, сен бұған қалай жол бересің деп, палатаға кіріп, болды жетер, қасында болдың, енді шық палатадан деп, ал Махир үндемей шығып кетеді. Селимнен Ақсүйек Жүсіптің қайтыс болып кеткенін білгенде Айтен есеңгіреп қалады. Илкнур болса адамдарына, Исмайыл ұйықтап жатыр, мен қазір келемін дейді де өзі бір жерге кетіп қалады. Далада тұрып Билгин бір медбикеден Махмет Сайын мырзаға хат беріп жібереді, паркте кездесеміз деп. Махир Ясинге өзінің ойындағы күдіктерімен бөліседі, яғни Махмет Сайын мен Аднан прокурор екеуі бір-бірін қайдан таниды деп. Өтіріктен Фариданың жағдайын сұрағандай болып Билгин келеді, ал оның негізгі шын ойы Фариданың екіқабат екенін Махмет Сайын мырзаға жеткізу еді. Махмет Сайын мырза да рахметін айтып, оған бір шаруасы бар екенін, Құрқұт өлмезді, яғни Тұрғытты ауруханада жатқан жерінен өлтір деп оған тапсырма береді. Илкнур Бөленке келіп, Исмайылды неге өлтірдің? Өмірімде бірінші рет жақсы көрген едім, оны да көре алмадыңдар дегенде Бөлент, ол жаман адам, ол қылмыскер деп. Сен де оны өлтірдің емес па? Сен де қолың қанға боялдың, сен де енді қылмыскер болдың, одан қай жерің артық дейді де Илкнур кетіп қалады. Билгин өтірік білмегенсіп, Махмет Сайын мырзадан Фарида қалай, оның баласы қалай, баласы түсіп қалыпты ғой, обал болған екен дегенде Махмет Сайын мырза не деп айқайлап жібереді. Сөйтіп жалма-жан Билгинмен қоштаспай кетіп қалады. Махир өзінің мойындағы күдіктермен Ясинмен бөліседі. Махмет Сайын мырза мен прокурор Аднан арасында қандай байланыс бар? Неге менің әр ісімді сол Аднан жүргізеді? Ал Махмет Сайын қылмыс әлемінің серкесі Ақсүйек Жүсіпті қайдан таниды деп. Махмет Сайын мырза Кериме ханымға келіп, сенімен сөйлесеміз дегенде суына кетіп қалады. Сен Фариданың жүкті екенін білген бе едің дегенде Кериме ханым, қайдағы бала, қайдағы жүктілік, менің еш нәрседен хабарым жоқ дейді. Ал Махмет Сайын мырза, Құдайға шүкір, баласы түсіп қалыпты деп қарап тұрады. Жылап жатқан баласына қарамай Суэда палатадан шығып кетеді. Сөйтіп Неждетке келіп, Неждет, мен кетіп барамын, менің қолымнан келмейді. Бір жағынан бала, бір жағынан міне сен төсекке таңылып жатсың. Кешір мені, Неждет. Оның үстіне сен маған үйленгенде жоқсың. Айтенді еш ұмыта алмадың дейді де, қош бол Неждет деп кетіп қалады. Ал Неждет Суэда, Суэда деп айқайлағанымен Суэда артына қарамайды. Суэданы жолда көріп қалған Айтен, не керек, мен әкеп берейін деген кезде Суэда, жоқ, мен кетіп барамын, қолымнан келмейді деп. Айтен, бала ше, оны қайда тастап барасың дегенде, мен жасай алмаймын, қолымнан келмейді деді де Айтеннің сөзіне қарамай Суэда кетіп қалады. Жылаған нәрестенің даусына келген Айтен оны тыныштандырып, сүтін беріп ұйықтатады. Кериме ханым Махмет Сайынды тыныштандырып, бұл өтірік шығар, бірінші оны біліп алайық дейді. Әзірге Фаридаға еш нәрсе айтпай тұрмыз, ауруханадан шығып шықсын, жағдайы түзелсін деп. Ал Махмет Сайын мырза болса, мен мына жерден кетем, әйтпесе жүрегім шыдамайды дейді. Фарида, мен баламды түсіріп алдым дегенде суына, я білемін, Махирға да ауыр болды, еңгезердей еркек, соны естіп өкіріп жылады емес пе дейді. Сөйтіп сен уайымдама, ешкім еш нәрсе білмейді. Мен дәрігермен сөйлесіп қойдым, ол ешкімге айтпайды дейді. Билгин Тұрғытқа келіп, сен өте бақытты адам екенсің, 9 өмірің бар екен, Алла қаламаса адамның өмірін алмайды екен. Ал мені Махмет Сайын мырза жіберді. Не үшін жібергенін білесің ба? Сені өлтіру үшін. Сені өлтірмесем, өзімнің басым кетеді деп
Тұрғыт тыныс алып жатқан аппаратты кесіп тастамақшы болады. Бірақ мен саған соңғы рет шанс беремін, маған Махирді қайтарасың. Бұл іс ұзаққа созылып кетті, менің де жаныма тиіп жатыр дейді. Ал сен соңғы жаңалықты білмейді екенсің ғой. Сенің Фаридаң 2 қабат, Махирдан 2 қабат деген кезде Тұрғыттың беті жыбырлап кетеді. Махир палатаға келіп, Фаридамен сөйлесіп жатқанда, Мехмет Сайын мырза Кереме ханымға барып дәрігерден сұрап кер. Фарида шынымен де жүкті болған бекен дейді. Сөйтіп, өзі Фарида жатқан палатаға келе жатқанда, Махирдің іште екенін біліп қоймас үшін Мехмет Сайын мырзаны әңгімеге алдай тұрады. Ал Мехмет Сайын жолдан былай тұршы деп палатаға кіріп бара жатқанда, Фарида Махирға өтінем тығылшы, сені көрмей-ақ қойсын деп Махир шкаптың арқасына тығылып қалады. Мехмет Сайын мырза Фариданың жанына келіп, оның хәл жағдайын сұрасып, екеуі балалық шақтарын айтып жатқанда, Мехмет Сайын мырза Фаридаға Ақсүйек Жүсіптің өлер алдында жасырған жұмбағын жасырғанда, шкаптың артында бұның бәрін естіп тұрған Махир таң қалып қалады. Фариданың әкесі шығып кеткеннен кейін Махир да шкаптың артынан шығып, сенің әкең бізді ұстамай тұрғанда мен енді кетейін деп Фаридамен қоштасып, өзі әлгі баланы әкелуге кетеді. Мехмет Сайын мырза Кереме ханымды қолтығынан жетелеп әкеліп, дәрігердің бөлмесіне кіргізіп жібереді. Фариданың 2 қабат екені рас бекен, түсіп қалған бекен, соның бәрін барып сұрап кел деп. Айтен қызын Неждетке әкеліп көрсетеді. Қарашы, міне қандай әдемі сүп-сүйкімді қыз деп. Сөйтіп Суэданың кеткенін білесің ба дегенде Неждет, иә білемін, келіп менімен қоштасып кетті дейді. Сөйтіп, бұған енді сүт анасы керек, саған да қарайтын бір әйел табу керек, не істейсің Неждет дегенде Неждет үндемей қалады. Оқудан келгеннен кейін Соңгүл әкесімен сөйлесейікші дейді. Мен Османды жақсы көремін, онсыз өмір сүре алмаймын, бірақ Осман менен қашқақтап жүр. Ол сенің ағамның көзіне қарай алмаймын деп мені ұмыт деді. Өтінемін әке, бізге көмектесші, маған көмектесші деп әкесін құшақтап жылайды. Бөлет Орханға жүгіріп келіп, Исмайыл мені енді өлтіреді, ол мені тыныш қоймайды деген кезде Орхан, тұра тұр, мен ол бәленің көзін жоямын деп ауруханаға қарай бет алады. Неждетті ауруханадан шығарып, олар үйлері болмағандықтан Айтеннің үйіне қарай кетеді. Кереме ханым дәрігерден бәрін сұрап біліп шығып, Мехмет Сайын мырзаға айтқанда, ол мына Феридеге қара, бәрін бізге көрсетті деп, Фериде жатқан палатаға қарай бара жатады. Махир фабрикада жолықтырған баланы Мехмет Сайын мырзаны көрсету үшін ауруханаға қарай әкеле жатады. Орхан жасырынып, Исмайыл жатқан палатаға келіп, оны жастықпен тұншықтырып жатқанда Илтнур келіп қалады. Фариданың 2 қабат болып қалғанын білгенде Мехмет Сайын мырза оған келіп ұрсып жатады. Сол кезде Махир әлгі баланы палатаға кіргізіп, сауығып кет әпке дейсің де шығасын деп оны кіргізіп жібереді. Бала кіріп, Фаридадан сауығып кет әпке дегенде Мехмет Сайын мырза, сен неғып жүрсің жүгірмек деп баланы ұрсып қуып жібереді. Қорыққан бала барып Махирді құшақтайды. Махир одан сұрағанда, фабрикада естіген әлгі дауыс осы кісінің дауысына келеді ма деген кезде бала, иә, ұқсайды дейді. Өзінің іздеп жүрген аса қадірлі мырзаның Мехмет Сайын шағдоғлы ма деп Махир Фариданың әкесі тұрған жаққа қарап қалады.